Қайырлы күн достар. Бүгін біз өте оңай және тез жасалынатын тіске басар жасаймыз. Ол үшін бізге лаваш пен сыр қажет. Лавашты алып, ұзын бөліктерге бөліп аламыз және сырды видеодағыдай етіп үккіштен өткізіп аламыз. Содан кейін өзіміз қалауымызша сырымыз қуырған кезде ағып кетпейтіндей етіп орап аламыз. Видеода көрсетілгендей трубочка ретінде орауға да болады, болмаса үшбұрыш қылып орасаңыздар да болады. Басты шарт сыр ағып кетпеуі керек. Содан кейін бір жұмыртқаны алып, ыдысқа жарып, араластырып аламыз. Табамызды газға қойып, сұйық май құйып, қыздырып аламыз. Жаңағы лавашымызды жұмыртқаға бір малып алып, табаға саламыз. Содан кейін барлық жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Тағы да айта кететін жайт, лаваштың ортасына кез келген начинканы жасап көрсеңіз болады. Брынза, болмаса сырмен араласқан көк шөп. Менің балаларым көк шөпті жемейтін болғандықтан, мен ондай ештеңе қоспаймын, тек сырмен ғана дайындаймын. Сонымен тіске басар дайын. Осылай тарелкаға салып, дастарханға қоя берсеңіз болады. Өте дәмді, сондай керемет болып шығады. Балалар тез жеп қояды. Ас болсын, жасап көріңіздер міндетті түрде.